Теңіздік жиегінде мынадай. Теңіздің жиегінде жаңағы. Форт деген. Ақтау қаласы сияқты ғой қазір. Мына жерге шыққан шөптен басқа адам көрмеген мәуеленген тал бар. Жаңағы көк. О талдардың бір екеуі бар дейді өсіген әлі. Сол бала күнімізде сөйтіп өскен жеріміз еді о да. Қарашағыр деген осыған жақын, осы білмеймін аты. Сол Қарашағырдың бірінші класты сүйелде бастап оқыдық қой. Бірінші жағы, бірінші класста Ағимар Ораз дейтін ағайымыз бар. Жаңағы төлге жұрт көшеді ғой. Көшкенде жаңағы бір-екі партамызды артып түйеменен жаңағы төл дейтін жерге барамыз. Күні бойы төл қарайсыңыз? Күні бойы төл қарайсыңыз? Төл қараймыз, жаңағы сабағымыздың өзі балдарға мектепте жер үй қаздыртады. Жер үйдің үстіне жаңағы анадай пұталарды шаптырып әкеліп ана үстіне жабат болады. Ағашта жоқ қой. Иә. Bir gün жақсы деген немен жаман деген немен айтып тұрамын. Құйын келіп қалып жаңағы мектебіміздің төбесін шұрып кетті. Жаңағы бос тұрған шағыр ғой үстіне жел бас. Тұра қашып жақсы деген немен жаман деген немен айтып тұр. Сосын төлде сосын жазғы тұры ағаш мейіне жаттым. Осы кімнің Қанатбайдың сағынбай ма? Сағынған баласы бар. Ода сол үйде жатыр. Анада кірсем, бұл үйге сен, ананы мен жаңағы кірісіп сөйлеп, бұл үйге мен жақынмын деймін. Ана мен жақынмын. Келгенде мамам айтып, ана бір бала, ана үйде мен жақынмын деп айтады, нағашым мен. Ол менің нағашымның үйі ғой деймін. Ана бала да мен жақынмын деп. Екеуміз кірісеміз жаңағы. Баламысың деген. Сөйтіп өскен күндеріміз бәрі де. Осы ағындықта 73-ге келген шығар, а? Бір 70-ге келді осы ағындық. Ағайны ғой. Жоқ, жасы бір 70-ге келген ғой. 70-ге келді. Өсіп кеткен шығар ол, иә. 70-ге кетті шығар. Көз көрмейді. Бар ма? Бар, көрмеймін. Бізбен қатар. Сол жаңа жер үйге бір оқыдық, жер үй біздің жаңа мектебіміз. Апа, сен нешедесің? Мен осы бұйырса алдымыздағы январьда 80-ге шығам. 70-те алла. Ана көпірді 1-2 жас кіші шығар сізден, иә, онда, сағыз. 1 жас кіші болу керек. Шынды шығар. Иә, бала. Жеңешеме қарағанда бала ғой. Папым да сөйтіп отыратын еді, тие берсін. Өй, әлі бала ғой деп. Бұны кенші қылған мен ғой, оны үйретіп бәрі. Сен. Иә. Боқта білмейміз. Адам білмейді. Қаланың қызы дейсің, қаладан келген. Біз жаңағы мосыға шайнеға су. Олар қайда мısın? Тезектеріп. Алда алып келген ғой. Олақта тезекті етегімізге тереміз. Етегімізге тереміз. Жантақты бір шошып кетті. Жантақты бір шошып кетті мәтеш. Орман көп деп алып келді ма? Еске алып айтшы беріңіз. Қалай айтқан? Қалай айтқан? Айтшы беріңіз. Қалай айтып алып келгенін сізді. Benim balamın basını inandırılған. Сөйте. Басайлап қалған ғой мұнағай. Ondan tiye sağ vermeyi. Ana olsun verin. Ondan gelmeyi. Сөйтіп жүргенде бір ақ құр нетіп, ана менің таспамау ағаш үйге. Тігіп соны манаған үйретіп. Bu da үйреніп қалған тоқып кетті ғой артынан. Маған тоқып білмей, талаша білмей. Оны айтып отырыз, оған оқып білмейміз. Таса жерде жылап аламыз. Ешқандай қарағат. Бара қоятын төркін алыста дейсіз ғой. Ешқандай қарағат. Өзі ғой жабысып, қалмай келіп отыр ғой баламнан дейді. Не берсін. Бәрін де қоймайды. Иә, үйренбейтін несі бар адамның? Бәрін де үйренді ғой. Bәрін біледі,
Біздер көжекеміз үйленгенде балғабек екеуі тойға келді ғой. Тойға келді. Мә, той бітті. Кешке менің енем менен аға екеуі дейтін. Мә, той бар екеуі араққа. Ойдайды. Менің енем бар. Содан бір водовозбен, тона неге дейін шығарып саламыз деп, бір водовозбен кетіп қалды. Қасында Балғабек бар. Балғабектің басын жылтыратып алып тастаған. Қасында еру жүр Балғабек. Жеңшем дарақшы. Сол жеңешең дейтін тақ тойып алды. Екеуі маған айналайын деп ағай маңдайымнан сүйе береді айта. Бірдеңені алып кетіп барасам, айналайын дергеші дейді. Қасына барсам, маңдайымнан сүйеді. Содан мананы шығарып саламыз деп кетіп қалды. Ойлаймын шығарып салғанда қайыққа шығарып салады екен. Ол Тасбұрынға дейін апарып тастайды екен. Тасбұрынға апарып шығарып сал, о жерде де ішкіріп мә, енемді үйге дейтін сұқылдатып алып келді. Үйге келіп алып жапты содан. Мә, келесі күнде. Ромкілерді лақтырып тастайды тойда. Шұлқын кемпірлердің бәрі ішет-ішетте ромкіні ортаға лақтырып жібереді. Шамбадай шағын. Содан Тасмұрыннанға дейін шығарып салып жүр сонда. Тойдан кейін де. Құданы күтеді сояқтан. Шығарып салады. Біздің енем қайным шығарып салып келем деп кетті. Бір водовоз бар. Қасында дейтін жаңағы жинағай бар. Тойда нағашымда жаңағы шалдарға қосып жіберіпті. Қызаның елі шал ғой дейді да, енді барғасын. Сосын жаңағы шалдарға барып, бір-екі мезгіл тойға шалдарға еріп барған. Сосын тағы да бір жұрт тойға баратқанда шалдарға қосып. Үлкен кісілер ана үйге кіреді деген ғой, жастар бөлек кіреді. Ай шырағым, мен шалдан көрі шал шықта өйдім ау депті жаңағы. Нағашым да? Соның артынан жұрттар түсініп қалды, ішетін жерге қалды қосып жүреді. Нағашым ұртпайды ғой. Жинаға ішпейді ол кезде. Мен неткен уақытта бәр шаруаны сол кісі жасады ғой. Ақтаудан тамақ алып сөйтіп екеуі бар. Содан жаңағы шығарып саламыз деп жинаға екеуі кетті. Шығарып салып жүргендер. Қимастық сезім ғой енді, қимастық. Жәкең оқуға түсіріп, оқытып, күн мезгіл ақша жіберіп, нағашыммен қатты құнттады ғой. Жаңа бір күн айтады, ай, ана жаңағы Антұрғаннан хат келді деп жаңағы жымайып күліп отырды. Бейдеп жаңағы әбеке жаңағы әбеке жәкең сасып жүр, бәтеңке аузын ашып жүр деп жаңағы. Ақша сұраған ана қаты бар қолында, мына Антұрғанның жазып жүрген қатын қараш деп көрсетеді бізге келіп жаңа жымиып күліп. Жаңағында ақша жібер деген сөз ғой енді. Жәкең сасып жүр, бәтеңке аузын ашып жүр деп. Керемет қылып түсіндірген. Алғашқы нені кім біледі өмір тарихын деген. Сол айтайын деп отырып, біреу араға кіріп кетіп айталмай тойда. Ол кісінің де жаңағы құр емес қой, несін өлеңін анау-мынауын шығарып отырады. Оқытып, Антұрғанның сөзін қараш дейтін адайғып жазып айтты. Көкөмір апарам оқуға. Көкөмір апарам Оралға. Оқуға. Құл мезгіл хабар алып, нетіп тұрады, оларда мына қат қой. Неше айда келеді. Қат келді. Жамбылдан қат кетті жаңағы. Соны мәз болып нетеді, қат келген жайы. Мен келін болып түскеннен кейін қонаққа шақырды. Келін қылып шақырды. Содан жаңағы үлкен водовоз бар ғой. Сол водовозымен жаңағы жер құм ғой. Жаңағы тебірсін енеміз бар, атамыз бар, бәрін алып барады. Мен кішкентай Қуанбек деген. Қуанбек жүр десем, жеңеше, мынау не? Менің атымды айттырып қойғансың мына келіндерге. Менің бүгіннен бастап атым деген Шаптық болады. Келіндеріңе айтып қой деген ғой. Енеміз айтып жатыр, ойбай, айналайын жиенжан, білмей қалдым деп. Не болды дейді? Шаптық болады дейді, менің атым дейді енді. Қаперімде білмейміз ғой, менің ол кісінің атын қайдан білейін енді. Маған атын қойып, атын өкпелі қойады. Қуанбекте не қойсың, мен барам атын деп. Орасан дөрекін айтады ол. Қуанбекке не қойдылар? Менің атын қоймақ түгіл, атамыздың атын да қойып отыр. Иә, ол түгіл дейсің ғой. Қоямыз да. Қоямыз, атын айтып жүре береміз сосын, жақсы ғой. Сән дейді. Оған өкпелеу керек. Амантай ренжіді ғой кәдімгідей. Неге қоясың менің атамның атын?
әкемнің атын не үшін қоясың сен, неге рұқсат сұрамайсың деп. Соны айтамын. Сөйтіп ұрысты. Сосын мен айттым, әлеке кішкене сабыр ете ғой дедім. 24 сағат болды мына балада мен хабарсыз отырғаныма. Толғатып жатыр деген хабардан кейін хабар жоқ. Сен қалай ойлап отқанын білмеймін, мен осы бала аман есен босанды ма екен деп соны уайымдап отырмын. Ал енді аман есен босанғасын өзі қалап тұр екен, соны қойған екен. Негізі сұрауы, рұқсат алуы дұрыс, орынды ғой дедім, бүйтіп ренжуің дедім. Бірақ мен қазіргі сәтте мен ол ат емес менің, маған жаңа аман есен босанғаны керек болып тұр ол баланың деп. Сонымен деп, деп барып ойланып қалып содан кейін қойды, аман есен босанғасын болды ғой деп. Несі толғақ ұзақ болды біздің арайлымның деген. Содан кейін осы кісі келді ғой. Жаңа күйеу баламыз қойып жүрген. Атаңды қатты жақсы көресің ғой. Біздің арайлым деген атасы қайтыс болған кезде ауылда болған жоқ қой. Соның атасы қайтыс болды деп естігеннен кейін барып 3 күн есікті жауып алып үйде жылап жатыпты. Кеткісі келіпті, кетсе келе алмайды. Содан кейін барып күйеу бала ойланған шығар енді. Сенің қасыңда да болсын атаң деп қойыпты ғой. Сөйтіп әуелі ренжіп еді барлығы да. Неге қояды біздің атамыздың атын, әкеміздің атын деп. Енді біздің амалымыз жоқ, қайтеміз енді қойып қойғаннан кейін. Келіндерге қиындау ғой. Жаңағы екеуінің атын қойыпты. Біздің атамыздың атын қойыпты, сосын өзінің атасының атын қойыпты. Сонымен 2 аты бар. Біз Әшірбай дейміз. Олар жаңа біздің атамыздың атын айтады, Құдағайлар деген. Аман бол.